Америка Құрама Штаттарына кетіп бара жатырсыз. Менің оқырмандарыма айтып кетсеңіз. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Жалпы осы әрбір жылы Америка Құрама Штаттарының мемлекет басшысы президенті Джо Байден және оған дейінгі президенттер жылда әр мемлекеттен танымал және мемлекет басшыларына жылда ас беріп дәм береді. Бұл қайырымдылық ас болып табылады. Соған біздің елден қалау, таңдау, Алланың таңдау әлбетте, мақтау Аллаға лайықты маған түсіп тұр екен. Сол мемлекетіміздің мүддесін президентіміздің жасап жатқан ішкі және сыртқы саясатын жеткізу, сонымен бірге біздің руханиятымызды кең паш ету, қазақ тарихының кең екенін көрсету үшін осы сапарға ниет білдіріп отырмыз. Бұйырса, алдымызда аптада осылай үлкен сапарға жол жүрмекшіміз. Сапар аясында ғана емес, мүмкін дастархан басында қасында отырып қаларсыз Байденнің. Не айтасыз? 3 дүркін беріледі екен. Бірінші бір беріледі, одан кейін таңдаулыларына береді, соң ең жақындарға сол 3 дастарханға да мен қосылған екен. Үшеуінде де қатысады екенбіз. Енді айтар нәрсе көп. Ең бірінші біздің еліміздің бейбіт мемлекет, тыныштықты қалаған Орта Азиядағы ең бір келешекке нық қараған мемлекет екеніміз белгілі ғой. Осы саясаттың бір жетегінде кетіп қалмастан бір өзіндік орны бар, әлемдегі үлкен дәрежесі мен мәртебесі бар, өткені бар, бүгіні бар және келешекте өзінің қарау көз қарасы бар, нақты пікірі бар мемлекеттің айтары бар. Әлбетте ол үлкен менбелерді біздің президентіміз айтып жүр. Мен де сол ойларды жеткізсем деген ойым. Жалпы біздің қазіргі уақытта еліктеушілік өте көп. Жастар